сабағымыздың тақырыбы 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс. Сабақтың мақсаты 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің тарихи маңызын анықтау және тұлғалардың рөліне баға беру. Екіншіден, 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің себеп салдарын талдау. Балалар, сендер өздерің күнделікті сабақтан білесіңдер, 20 ғасырдың басында қазақ халқының әлеуметтік жағдайы өте ауыр болды. Оған қандай да бір себеп бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуы болды. Сонымен қатар, ертеден бері Ресей империясының отарлау саясатының осы қазақ халқына салған озбырлық саясатының бір көрінісі. Яғни жергілікті қазақ халқының осы саясаттың барлығына наразы болып, бірден-бір 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің шығу себебіне негіз болды. Қазір біз сабағымыздың барысында осы көтерілістің себеп салдарын анықтап, және тарихи маңызын, және тұлғалардың рөліне баға береміз. Оған сендерге мен 3 топ арқылы тапсырмаларымды қазір таныстырып жіберемін. Бірінші топтың тапсырмасы. Мәтінді оқып, тек кестесімен жұмыс жасаймыз. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің себептерін жіктейміз. Жіктеп айтып бересіңдер. Екінші топ. Вен диаграммасы арқылы 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің екі ірі ошағын салыстырасыңдар және көтеріліс басшыларына баға бересіңдер. Келесі. Үшінші топтың тапсырмасы Фишбулн әдісі арқылы 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің жеңілу себебі халыққа қандай залалын әкелді. Осыны анықтап дәлелдеп бересіңдер. Мен қазір сіздерге ол үшін мәтін таратамын. Осы мәтінді оқып, тапсырмамызды орындауға кірісеміз. Мәтінді алыңыз. Бастаймыз. Мәтінді емеш оқуандар бала. Мәтінді оқуандар. Сосын орындаймыз. Мына жерде екі мен жасым көрмеді. Екі басына. Қорғаймен жетісуға. Жақсы. Онда бірінші топтың тапсырмасын Біздің берген тапсырма кестесі арқылы 1916 жылы ұлт азаттық көтерілісінің себептерін және алғышарттарын жіктеу. Алғышарттары. Біріншісі, Столыпин реформасы кезінде жергілікті халықтардың егіншілікке арналған жарамды жерін тартып алуының есеге алуы. Екіншісі, бірінші дүниежүзілік соғыстың халық үшін ауыр зардаптары. Үшінші, дәстүрлі қазақ шаруашылығының дағдарысқа ұшырауы. Төртіншісі, алым салықтардың өсуі. Бесіншісі, орыстандыру саясатының астына түсуі. Көтерілістің бұл түрде басталу себебі 1916 жылғы 25 маусымда өлкенің
халқын қара жұмысқа алу туралы патша жарлығының шығуы. Бұл жарлық қазақ даласына өте ауыр жағдай әкелді. Тыл жұмысына алынғандар қатарына орыс емес тұрғындардың 19 пен 43 жас аралығындағы ер азаматтар жатқызылды. Осы оқиға көтерілістің бірден бұрқ етіп бастау себебінің бірі болды. Жақсы. Бірінші топтың заңасын бағалау жеріміз ол 2 жұлдыз 1 тілек стратегиясы арқылы кері байланыс жасаймыз. Аяжан. Бірінші топтан жақсы екенін баға береміз. Себебі олар тіл кестесіне көтерілістің алғы шарттары мен себептерін жақсы түсіндіріп нақтырақ айтып берді. Мери. Бірінші топқа өте жақсы екенін баға береміз. Себебі олар қазақ халқының қандай қалай зардап шеккенін барлығын өте жақсы нақты айтты. Жақсы тілегіміз білдірейік. Құнсу. Бірінші топқа айтар тілегім бұрынғы қазақ батырлары секілді сендер де болашақ ұрпаққа үлгі тұтарлық азамат болыңдар. Жақсы, рахмет. Келесі. Екінші топтың тапсырмасын білдір. Біз диаграмма әдісі арқылы тапсырмамызды орындадық. Бізге берілген тапсырма 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің екі ошағын салыстырдық және өзіне тән ерекшеліктерін жаздық. Торғай жерінің көтерілісі жайлы айтатын болсақ, табарды болып ұзаққа созылған. Билік көтерілісшілердің қолына көшіп, орталықтан жүргізілді. Көтеріліс басшысы Сардарбек Амангелді Иманов діндік практика қолданды. Қару өндіруді ұйымдастырды. Ал жетісу көтерілісінің ерекшеліктеріне тоқталсақ, бұл көтеріліске басқа ұлт өкілдері қатысты. Ұйғыр, дүнген қырғыздар қосылды. Басшылары Бекболат Әшекеев, Тоқаш Бокин, Ұзақсорықов және Жоржскул. Торғай және жетісу жерлерінің ортақ белгілерін келетін болсақ, патша үкіметінің отарлау саясатына қарсы күрес, ұлттық және әлеуметтік езгінің күшеюі болып табылады. Жақсы. Рахмет. Келесі. Бағалау жеріміз бірінші топ айын. Екінші топқа өте жақсы деген баға беруге болады. Себебі олар Вен диаграммасы арқылы жетісу мен торғайда болған көтерілісті нақты жеткізе білді. Жақсы. Тілегіміз білдірейік. Мен екінші топқа деген тілегім оларға осы біздің еліміздегі болып жатқан тарихымызды, болып жатқан оқиғаларды ары қарай дамытып, осы дамыту кезінде үлкен істерге жетсін деп тілейміз. Жақсы. Келесі. Үшінші топ тапсырмамыз. Бізге берген тапсырма фигура әдісімен проблемалық сұраққа талдау. Проблемалық сұрақ 1916 жылғы көтерілістің жеңілу себебі халыққа қандай залалын тигізді? Бірінші себеп патша үкіметінің көтерілісінде қатаң жазалануы. Оған дәлел Түркістан өлкесінен 347 адам атылды. Каторгаға 168, түрмеге 129 адам кесілді. Екінші себеп қазақ халқының әлеуметтік жағдайы төмендеуі. Оған дәлел Түркістан өлкесінен 238 мыңнан астам адам Қытайға ауысып кетуге тура келді. Үшінші себеп жергілікті халықтың жерлері тартып алынды. Оған дәлел 1917 жылға қарай қазақтардан 45 миллионнан астам жер тартып алынды. Осының барлығын қорытындылай келе, көтеріліс жалпы ұлттық сипатқа ие болды. Қазақ ұлтының саяси жетілгендіктерінің тағы бір көрінісі болды. Көтеріліс Ресейдегі азаттық күрестің жалпы тасқынына ұласты. Жақсы, рахмет. Бағалау жеріміз. Мен үшінші топқа өте жақсы деген баға беремін. Себебі олар фишбон әдісі арқылы өзіне берген тақырыпты аша білді, себеппен дәлелдеп келтіре отырып, қорытындыны осы жазған себеппен дәлелдеріне келтіріп айқындап жазды. Жақсы, келесі. Үшінші топқа мен жақсы деген баға қоямын. Себебі олар ұлт азаттық көтерілісінің жеңілуінің себептерін дәлелдеп өте жақсы түсіндірді. Тілегімізді білдірейік. Үшінші топқа тілегім бұрынғы тарихи тұлғалар сияқты тарихқа еніңіздер. Жақсы болды. Жақсы. Сендер міне үш топқа тапсырмаларыңды жақсы орындадыңдар. Біреуің
жаңағы тіркестес арқылы себеп салдарын айтасыздар. Екінші топ жаңағы екі ірі ошақ көтерілістің екі ірі ошағының ерекшелігін және ортақ белгісін айтып жатсыңдар. Одан кейін сіздер жаңағы неліктен жаңағы қазақ халқына осы соғыс залалын тигізді. Міне бала, бұл көтеріліс әрине басып жаншылды, бірақ бұл көтеріліс жеңіске ұшырағанмен бұл қазақ халқының әрі қарай ұлттық сана сезімін оятты, келешекте бұлардың жеңіске деген үміттерін үзбеді.